Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мінекей Қытайдан келген осындай үлкен қорапша. Бұл қорапша бір аптаның ішінде келді. Оның ішінде жаңағыдай зеркальный фотоаппарат дейді. Сол үлкен фотоаппаратқа арналған штатив. Мінекей достар, мынандай үлкен штатив. Салмағы 2338 грамм, яғни 2,5 килограммға жуық. Мінекей қорапшасы осындай қорабы. Мінекей достар, осындай зуми деп аталатын осындай штатив. Қабы бар екен, қабы да өте ыңғайлы, сапалы. Іші мінекей жұмсақ қабырғалары. Мінекей иыққа іліп алып ары бері жүретін бауы да бар екен. Мінекей ішінде мынандай ылғал сіңіретін осындай материалдар. Мындай бір брандасы бар екен. Және міне Зумидің өзінің мындай каталог кітапшасы. Бұны кейінірек қараймыз. Қабы да мінекей өте қалың, жұмсақ, іші бір губка сияқты. Яғни мына арқаға асып жүрген кезде денемізге батпайды, сондай бір ыңғайлы, сапалы жасалған. Мінекей мына ішінде де мынандай шестигранникте де 6 қырлы мынандай брандасы бар. Және мінекей мынандай документациясы бар екен. Бізге ең басты, ең қызықтысы мінекей мынаны штативіміздің өзі. Өзінің фиксаторлары бар мінекей. Темірден жасалған барлығы. Салмағы да әжептәуір. Бас жағында мынандай мешогы бар. Егер басына келетін болсақ, қараңыздар. Өте жұмсақ айналады, мынандай плавно. Мына астын қатайтып қою керек әрине бірінші. Одан кейін қатайтып жұмсайту арқылы баппен плавно айналатын жасап, осындай настройкасы жасасақ болады. Енді мына басын, головкасын ары бері қозғалтуға арналған, реттеуге арналған мінекей мына брандасы. Мінекей бүйтіп бір орынға қойып қоймызда қатты бұрып басақ, қатық болады, ешқандай қозғалмайды. Және мінекей мынандай камераны отырғызатын осындай басы бар. Қатайтатын жерлер мінекей мынандай бұрауыштың көмегімен іске асады. Осы бір орынға алып келіп бүйтіп бұрап қойсақ қатық болады. Босататын кезде артқа қарай бұрамыз да, ары бері жылыста береміз. Металл мынаның барлығы ауыр, салмақты, сапасы да көрініп тұр өзінің жақсы екені. Және ең бір жақсы жері мінекей мынандай аяқтар ұзарады. Бұл аяқтар ұзартатын кезде үшеуін бірдей қолмен ұстап аламыз да, ұзарта берсек болады мінекей. Үшеуі 3 бөлігі ұзарады. Және бұл штативтің тағы бір қасиеті. Мінекей мына бас жағын бетіп шығарып аламыз да, бөлік алынады. Және мінекей мына үшінші аяғы, мынау да бөлік алынады осылай. Осыны бөлік алып аламыз да. Мінекей мынаған жалғап. Енді түсінікті болды мінекей мына бранданың не үшін қажет екендігі. Мінекей мынаған жалғамыз да. Не осылай жалғап аламыз да, мінекей өте бір мықты бір конструкция болды. Мінекей қараңыздар, мына жағы былай созылады. Мінекей мына жеріміз ұзарады. Және екінші аяқ ұзарады. Және мына жақта үшінші аяқ ұзарады. Сонда мына моноподымыздың ұзындығы шамамен 170 сантиметрден асты. Бұл монопод енді жаңағындай фотомен, видеомен айналысатын, профессионалды айналысып жүрген адамдарға қажет болады. Мінекей мына жақта аяғы мінекей мына жерде бас жағы 3 көрі екен. Бұл енді жаңағындай жұмсақ жерлерге ағаштардың үстіне қойғанға ыңғайлы болады. Өйткені кішкене бас жағы 3 көрі темір қаталып, жаңа жерге қойғанға өте ыңғайлы тұрады, мықты тұрады. Және мынаны былай шығарып қоятын болсақ, мінекей мына жері өзі резиновый сияқты, мысалға, ресторандардың ішінде жерде мысалға сырғанақ кафель болса, соған өте ыңғайлы сырғанақ, мынандай резина ары бері сырғанатпай мықтап ұстап тұрады. Конструкциясы осындай, өте керемет. Мінекей бас жағында головкасын қарасаңыздар да, мінекей барлығы өте сапалы орындалған. Головкасы өте былай плавно қозғалады. Қатайтып қозғалмайтын жасап қойсақ та болады. Жалпы жаман емес, жақсы, тіпті керемет деуге болады. Осындай бағаға, бұндай баға енді бұндай штативтер біздің қалада жоқ дегенде 30-35 мың сұрап тұрған шығар.